Келе салып, сразу машина алдық. Міне. Енді Арысқа шығып бара жатырмыз. Енді көп адамдар сұрап жатыр, не үшін Шымкентке келдің, анау мынау деп. Поэтому прям ең самый главный моменттердің бірі не үшін келген скоро білетін болады. В общем, біз Арысқа бір кішкентай бір қыз ауырып жатыр екен, негізі соған келген болатынбыз. По пути осы болды енді. Осыны алып Hadi. Roşan da. Сіздерге де рахмет үлкен за поддержку. Үлкен рахмет, Алла разы болсын. Біз кеттік Шымкентке. Сау болыңыз. Кетіп бара жатырмыз. Андай бір пойыз көріп қалдық. Кішігірім. В общем, не деймін енді. Мына жақта енді все-таки бәрі тишина, рахат. Андай бір ой келді, бір бәрін жинастырып, мына жақтан бір үй салап, аспан қарап, бір жатып, кәдімгі бір спокойствие бар сияқты да, как будто. Бір қалада енді біраз тіршіліктер болып тұр енді әлі. Шешілмеген түйіндер болып тұр. Соны шешіп, бәрін жинастырып, осы жақта жату керек па деп қалған бір ой келіп тұр. Достар, ал Шымкенттеміз. Мына жерде мынандай плов болып отыр, короче. Ой-бой деген. Қазір дәмін көре салайық. Асық соп тұрмын вилкамен, кішкене етімен. Заведение отыру үшін обязательно киіну керек екен. Поэтому чемодан мен паролімді ашамай жатыр. Бір-екі үш қой. Осы жерде киініп, кішкене басқаша жігіт болып шығайын деп. Қалайсың, балапа деп келдік. Мынандай домик пайма, короче. Командамен двигаться жазып чисто. Арақта свет жоқ па? Қалайсың, балапа? Прикольно. Жақсы. Әдемі.